Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде математикалық статистика сабағы. Бүгінгі күнге барлығыңызға сәттілік тілеймін. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кім жүйрік деп аталады. Бүгінгі сабақта сіздер есептеу дағдыларын жетілдіресіздер, ауызша қосу мен азайту дағдыларыңызды арттырасыздар тапсырмалар орындау арқылы, және логикалық ойлауларыңызды дамытасыздар. Барлығымыз мына өлең жолдарын бірге қайталайық. Өсеміз біз күліп ойнап, 10 саусақтың саласындай. Өсеміз біз күліп ойнап, бір адамның баласындай. Жарайсыздар балалар. Ендеше жылдам жауап бер ойын жаттығын орындайық. Құстарға арналған үй. Ең үлкен бір таңбалы сан. Бір тәулікте неше сағат бар? Бір ғасырда неше жыл бар? Ең кіші натурал сан. Бір сағатта неше минут бар? Бүгін нешесі? Балаларды оқытып білім беретін орын. Енді өзіңнің жауабыңды тексеріп көр. Құстарға арналған үй. Ұя. Ең үлкен бір таңбалы сан. 9. Бір тәулікте неше сағат бар? 24. Бір ғасырда неше жыл бар? 100 жыл бар. Ең кіші натурал сан қалай айтылады? Ең кіші натурал сан 1. Бір сағатта неше минут бар? Бір сағатта 60 минут бар. Бүгін нешесі? Балаларды оқытып, білім беретін орын қалай аталады? Мектеп деп аталады. Жарайсыздар балалар. Сіздердің ойларыңыз бұл жауапқа сәйкес келді деп ойлаймын. Ендеше балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, номері 1 тапсырманы орындайық. Өрнекті құрып, мәнін тап. Өрнектер жазбаша түрде беріліп тұр, соларды құрасыздар және мәнін табасыздар. Әуелі өрнекті құрып алайық. 125 пен 456-ның қосындысынан 200-ді азайт. 10 мен 2-ның бөліндісін 8-ге көбейт. 158 мен 369-ның қосындысына 123-ті қос. 24 пен 3-дің бөліндісін 2-ге көбейт. Балалар, құрған өрнектерімізді тексеріп көрейікші кәне. 125 пен 456-ның қосындысынан 200-ді азайт. 2 амалды өрнек, бірінші амалды жақшаға аламыз. Дұрыс па екен өрнектерін құрған? Жарайсыздар. Екінші өрнек. 10 мен 2-ның бөліндісін 8-ге көбейт. 10 мен 2-ның бөліндісін жақшаға аламыз, және оны 8-ге көбейтеміз. Дұрыс па екен? Жарайсыздар. 158 мен 369-ның қосындысына 123-ті қос. 158 мен 369-ды жақшаға аламыз. 123-ті қосамыз. Дұрыс па екен өрнегің? Жарайсыздар. 24 пен 3-дің бөлінісін 2-ге көбейт. 24 пен 3-дің бөлінісін жақшаға аламыз, және оны 2-ге көбейтеміз. Құрған өрнектеріміздің мәнін қатесіз тауып көрейік. Жарайсыздар балалар. Енді номері 2 тапсырмаға назар аударайық. Мына сандарды өсу ретімен жаз. Сіздердің алдарыңызда 3 таңбалы сандар берілген. Сол 3 таңбалы сандарды өсу ретімен орналастырып жаза қояйық. Жарайсыздар балалар. Енді 3-ші тапсырма өзіндік жұмыс. Берілген сұрақтың тұсына нақты жауабын жазайық. Ең кіші 3 таңбалы сан. Ең үлкен 2 таңбалы сан. Ең үлкен 3 таңбалы санның алдында тұрған сан. 600 санынан кейінгі сан. Ендеше балалар, осы өзіндік жұмысты берілген тапсырмасымен бірге қасына жауабын толықтырып дәптерге жазып аламыз. Міне балалар, сіздер бүгінгі тапсырманы да өте жақсы орындадыңыздар деп ойлаймын. Жарайсың. Сені бүгінгі қашықтан оқыту сабағын сәтті аяқтауыңмен құттықтаймын. Бүгінгі сабақ саған түсінікті болды ма? Тапсырмаларды орындағанда қандай қиындықтар кездесті?
келесі сабақты асыға күтеді деп ойлаймын. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.